тынбайт күздүн муздак жамгыры. Бул жамгырбы же түгөнбөс кайгыбы. Жазым жайым күзүм кышым биригип, сени гана эстете той бардыгы. Дагы канча батасың жарамды, дагы канча эзесиң ой адамды. Ачык айтчы жашырбастан алдыны, азда болсо өзүңө мен жагамды. Зейнат, қалайсың? Салия, жақсы, өзің қандайсың? Жақсым, келіп қалдым ғой. Қазір күте тұр, мен сенің кілтіңді алып шығайын, е? Мен ашқышым сендебі? Иә, Толқынбек берген. Мен де азыр ашқыш бар, шашпайлы бересің да. Толқынбек сенің қашан келетінін білген жоқ. Сен бір маңызды шаруалармен келдің ғой, е? Ой, бір четті үйді сағынсам, бір четті... Салия, мен үйге барып жатып бес ала берейінші. Сен мен шашпайлы сөйлесеміз, қапы бол болсың. Е, әрине. Жақсы. Мақұл, рахмет.
Сенин керегиң жок. Алтыным, сенин жолуң жаман экен. Жалгыздык жанымдан өттү. Көп убакыт болбосо дагы сен мага түбөлүк жоголгондой сезилдим. Мен сени чындап сагындым. Карачы, сен келиши менен үйгө береке кирип, айлана жарык кылышты. Чындап эле. Мен жогум билинет бекен. Мен сени эстебейт кодочу элем. Мен да сени сагындым. Зинат. 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 Сәлия. Әлі жатырсың ба? Хабарсыз кеткен соң сені уайымдап келдім. Кілтіңді қайтарып берейін дегем. Толқынбек қашан кеттілі? Сен кеткен соң бір апта жүріп қайтып кетті. Бірақ кетер алдында бір түрі бұл үйге енді қайтпайтындай болып көрінді. Не үшін кеткен айтқан жоқ па? Оның айтуы бойынша сен өзің оған енді онымен өмір сүрмеймін деп айтыпсың. Енді осылай болады деп кім ойлаған? Шындай болып қалды. Бірақ кетер алдында Зинатқа көз сала жүріңдер деген. Мен таң қалдым. Менің ойымша ол амалсыздан кетіп қалды. Машинаға отыра алдында тағдыр деген қызық дүние я деп, құлда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, міне қолындағы алтынның тастап кетіп бара жатырмын. Сәлия, Зинатты сендерді Құдайға тапсырдым. Зинатқа көз сала жүріңдер деген. Көзім өлдіріп кетті. Бар ер қиған емес тұра. Жарайды, мен сені мазаламай қояйын. Кете берейін. Рахмат.
Зыйнат? Ай, Дина, сен бе? Зинат десен ма? Мен көргөзүм эмес, Зинат десен өзү келди карагылайчы. Дина. Биз сен жаңылыктардан көрүп аябай сыймыктанабыз. Мени колдоп келгениңе чоң рахмат. Бул жакта кыйналып жүргөм. Жалгыз, эч ким жардам бербейт. Келип сен табам, мага жардам берет деп жүргөм. Бирок элдерден сураштырсам сени башка өлкөгө кетип калган дешти. Бирок бул жакта эле экенсиң да. Ооба, мен Алматыда эмес болчумун. Жакында эле келгем. Жакшы. Баса Толкунбекке акыры жетти деп уктум эле, ошол чынбы? Ооба, биз башкашпамыз. Балдарыңар бар да, Сен үчүн аябай кубанычтамын. Бир адамды ушунчалык берилип сүйгөн жалгыз сен эле билем. Бир чети боорум ооруса, бир чети кызганып, мен да сеникиндей тунук сүйүүгө жетким келчү. Сүйүү башында тунук сезилет. Анан кийин жаның дүйнөңдү эзип, алсыздантат. Сүйүү деген ушул да, Зыйнат. Сен көп киши жетпеген сезимдерди чанып, четке кагып атасың. Мисалы мен такыр сүйө алган жокмун. Балким мен да сендей бирөөнү катуу сүйүп калсам, менде чоң сүрөтчү.
Кім бұл? Мен Зинат, Сәлейді. Тыныштық па? Сәлейді. Сәлейін шақырып қойсын ба? Сәле. Зейнат, не болды? Ешігім алды кішнеке бала таштап кетіп тұр, жүрші. Бала, қазір келем, күте тұр. Жаным, балапаным, котаққаным, қошаққаным. Періштей болып жатқан түрімнен айналдым. Кім екен, қыз ба екен, а? Білмеймін, қараған жоқпын. Сүт па, бірдеңе бар ма? Балапанның қарны ашқан шығар. Таштап кеткен аялды тауыш керек болады. Жаңыл арқасынан шығып таппай қалдым. Оны іздеп не қыласың, қайтесің? Мен берем да енесіне. Сен қызықсың, иә? Ол сені... Мына баланы ал деп тастап кеткен жоқ па? Бала керек болмаса? Балаға зар болып жүргендер қаншама? Шырағым-ау, сен неге жылайсың, а? Қыз екен. Ой, жаным. Бұл тағдыр. Менің айтқан сөзіме құлақ сал. Бұл баланы бағып ал. Қорқсаң, ештеңе етпейді. Біз қасыңдамыз, көмектесеміз. Мінекей, енді сен қызды болдың. Осынша жаны тәтті. Қазір. Сүті бар шығар мына жақта. Зейнап, не жазып тұр, оқыш. Мен білмеймін. Қымбатты Зинат еже, мені кешіріп қойыңыз. Мер жігітке алданып ушундай уятты ишке туш болдум. Алдырғанға ерким жетпеді. Төрөрүн төрөп алып, бирөөгө берүүгө жүрөгүм чыдабады. Бир бай бичеге акысын төлөп, эки ай араң бактырдым. Мен баланын түйшүгүнө чыдай алган жокмун. Кызымды кор кылбай, эне болуп багып алат го деп сизди ылайык көрдүм. Мени кечириңиз. Сизди терең урматтаган бейтаныш кыз. Бол. Құрылған қыздар, Әй, қазір қыздар емес, жігіттер бұзылған, Бул кыз мени алыстан тааныйт окшойт. Бирок мен коркконум баланы менден кайра талашып алабы деген. Не болса да, Құдай саған беріп тұр. Кішкентай баланы тастаған ананы, сосын қайтадан оралған ананы ешқашан көрмеппін мен.
Ашып қалдың ба? Еп дайындап қалдым. Тамақ пішайнап қалды. Жоқ бербейсің бе? Анан шашпайлы жұмыстарды бүтіріп алып жүріп тұрам. Алло, Зинат. Қандайсың, жақсы ба? Жақсы. Толқынбек сенше? Болса? Не oldu? Мен қызды болдым. Қыз? Қайдан, қашан? Мен қыз бағы болдым. Атын Айгерим қойдым. Бирок азырынча фамилиясы жоқ. Анан сен фамилияңды берсең, каршы эмессиң бе? Жоқ, қарсы емеспін. Не қарсы болмау? Рахмат. Қандайсың? Жақсы жүресің бе? Өлең төшегіңе барып жырап қалғандарсың. Асан ишин чоң өтшабы? Жақсы, бары жақсы. Сен эми Алматыда боласың ба? Ооба, азырынча. Бирок жакын арада Ошко барам го. Баса тиги Тураттын атасы ооруп атканда, анан Эмил келип кетти деп уктум. Биз дагы атабыз ооруп айылда болуп атабыз. Жакын Мурат. Сен кеткениң туура эле болду. Зинат, сен мени кечирип койчу. Мен сага чынында татыктуу боло алган жокмун. Анан эми фамилияны бергиң келсе, мен каршы эмесмин. Кокус жайынан угуп калса, капа болбойбу? Капа болбойт го. Жайна сен жөнүндө жаман ойдо эмес. Ошондой дечи. Ошондой? Рахмат, Толкунбек. Чынында сен макул болот деп ойлогон эмесмин. Жакшы тур. Макул анда, Зинат. Мейли, жакшы тур сен да. Айгерим. Айгерим. Менин фамилиямды берсең, каршы эмесмин. Жаңы кино чыктыр, көрбөйлүбү?
Kotarıp görül. Тайке. Ким бар? Tayke değil. Sen ne iş yapkan çok böyle? Билбейм. Susunuz. Апей, бала көтөрүп алганбы бул кыз? Кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Тиги Толкунбектин кеткени билинбей жакшы болуптур да. Минтип балага алаксып калат экенсиң. Толкунбектин кеткенин кимден уктуңар? Өзү айтты Толкунбек. Gelip gitti uçuraşkadı. Kara, koy çayı. Ысыгыраак чайдан ичкиле. Өзүңөр кандай турасыңар? Ha, жақсы, жақсы. Өзің көргенде эле. Сода сатып менен жүгүрмөй дегендей. Баягыдай эле. Кара. Кел. Ой, Зинат, эртерээк айтып коюп берем мага эле. Өзүм тосуп отурам сен. Чын эле? Ал ала. Кел, ал чайдан. Кел, андан эметип. Ала кой. Ey. Наки кызым. Мен ушу жерде жашайм. Сага жактыбы бош? Жакты окшойт, э? Не oldu? Тынччылыкпы? Зинатты кагылайлы. Кайрат кыл. Теги көлдөгү Касымбек байкенге айтыш болуптур. Кабар айтышты. Иманы саламат болсун. Ким айтты? Эмил чалды жаңы эле. Сага чалып ала албай атам дейт. Качан коет экен? Эртең коюшат го дейм. Бизде убакыт аз. Эртерээк жолго чыгалык. Ошода ар ойноп, бер ойноп туруп, акыры балдарына келе берген турбайбы? Ой, тигинин мээси жок да. Эркектерге да ишенип болобу я. Кирип сууда. Ошону айтпайсызбы? Ай, чай кой чалдыргай. Кой чай.
Асина, келіп қалдың ба? Жақсылары. Жақсы айланайын, сен бейсенбеспе деп қоям. Қақта? Синат эже, сизди Мансур ата чакырып атат. Мансур ата? Қақта? Эшикте турат. Саламатсызбы? Мені шақырып тұрсыз. Жақсысың ғой қызым. Мен Толқынбектің атасы болам. Мен саған айта тұрған сөзім бар. Оғатам. Айта беріңіз. Қызым, Мансур! Аябышқа уруп атып, бияқта эмне кылып жүрөсүң? Бас жүрөгө. мен Құран оқытқаны келдім. Бас дарыңды ичип алчы. Мен Құран оқытқаны Ой, келдім. чайнабайын абышқа үйгө барыптың. Бас дарыңды ичип. Кына. Эмне кылып жүрөсүң бияқта? Ой, уурган киши деген үйдө жатпайбы айланайын. Қандайсың? Шүкір. Өзің қандай? Жақсы. Өткенде Аяш атам келді эле. Акыбалы начар болчу. Азыр жакшы болуп калды. Азыр эле жакшы эмес. Бешик болгоңор бек болсун. Рахмат. Балдарың чоңоюп атабы? Чоңоюп атат. Өзүң кызың кандай? Жакшы. Жайнан кандай жүрөт? Жакшы жүрөт. Зинат. Сен бүгүн барып атамды көрүп кетпейсиңби? Сен жинди болдуңбу? Мен сени үйүңө барып жүрчү билем. Чогуу жашаганда бир да жолу жүр дегенге жараган жоксуң. Барбайм дечи. Мен шылдыңдап атасың. Жок, шылымда жок. Же жайнаң менен жарашып алып, эми беттештирейин деп атасыңбы? Жок, сени атам өзү чакырып атат. Чын эле айтып атасыңбы? Мен сага албайчу белем. Макул, мен эртеңке чейин ойлонуп көрөйүнчү. Эртең деп эле бүгүн келчи. Атам акыбалы жакшы эмес, эртең кеч болуп калчу да. Тайкен, мен кеңешип көрөйүн, ал киши эмне дейт экен. Антип эле өзүң чечпейсиңби? Сен макул десең Тайкен жок демек беле. Макул. Атаң чакырып атса барайын. Күтөсүң да. Эми баса биз убактылуу ылдыйкы үйгө абамдын артына көчүп кеткенбиз. Тайкеңди сурасаң билет, э? Макул, анда жакшы кыл. Ушу Толкунбекке такыр көңүлүм калыс болду. Эчеңе мен Толкунбекке барайын деген жерим жок. Атасы өзү чакырып атыптыр. Зинат, анын сенде эмне иши бар? Өзү келип кетти го, баарыңар күбө болдуңар. Ичине эле өткөндө атасы ооруп атат деп аткан. Ошо атасынын көзү өтүп кетеректе барып жолуп кетчи дейт.
Sen mына канчалык бооруң ооруп атат я? Өмүр көрбөгөн кишиң. Билбейм, өткөндө бир сырды айтайын дегенде болгон. Анан айта албай кыйналып өзүн жаман сезип, байбичеси жетелеп кеткен. Балким ошол боюнча чакырып аткандыр. Ушул үйүм. Ушул үй. Кирелиби? Азыр. Зинат. Эмне кылып атасың? Согуш карчы деп. Жүрем кирели.